Әдемі бір қалада тәтті қылықты кішкентай Әли атты бала өмір сүріпті. Әли өте ақылды, мейірімді, бірақ кейде жатуға асықпайтын бала екен. Әр кеште ол ойнап жүріп, ұйықтар уақытын ұмытып кететін. Алайда анасының Әлиге арнап айтатын әлдиі бар еді. Күн батқанда анасы Әлиді құшағына алып, жұмсақ көрпесіне орап, «Әли жаным, енді ұйықтайтын уақыт болды» деп сыбырлайтын. Әли анасының қолында ұйықтағанды ұнататын. Себебі анасының әлдиін естіген соң ол ерекше әдемі түстер көретін. Анасы баяу, әдемі дауыспен ән салып, «Әлди, әлди, әлиім, тыныш ұйықта жарығым. Аспандағы жұлдыздар жымыңдасын, ертегілер елінде тұрақтасын» деп айтатын. Анасының дауысы Әлиді тербеп, ол көзін жұма бастайтын. Әр кеште бұл әлди оның түсіне ғажайып әлемнің есігін ашатын. Түсінде Әли айнада көлдер, биік таулар, түрлі түсті гүлдер мен жұлдызды аспанды көретін. Ол түсіне еркін ұшып, қызықты оқиғаларға тап болатын. Бірде таңертең Әли анасына қарап, «Анашым, сенің әлдиің мені ертегілер еліне апарады. Содан кейін жақсы түстер көріп, сергек әрі көңілді оянамын» деді. Анасы күлімсіреп, «Менің балам әр түнде жақсы ұйықтап, әдемі түстер көрсін деп әлди айтамын. Сенің тәтті ұйқың менің жүрегімнің тыныштығы» деп жауап берді. Әли анасының әлдиін тыңдау үшін ұйықтар алдында анасының құшағына кіріп, осы әдемі әнді естіп тез ұйықтап кететін. Анасының әлдиді оған тек жақсы түс қана емес, ана махаббатының шексіздігін сездіріп, өмір бақытқа толтыратын.